Аждаһа заһарын шашпасын дейік, әйтпесе уытын қалай қайтарамыз? Жерімен жұмысы тапшы миллиардтар елінен келгендердің қатары 20 жылда 300 мыңға жеткен. Тәуелсіздік алғалы бері олардың 5 мыңы Қазақстан азаматы атанып та үлгерді. Яғни бұл көршінің баласы күйеу балаға, атасы құдамызға, немересі жиенімізге айналып барады деген сөз. Және олар өздерінің ұрпақ таратқысы дәл осы елде өніп өскісі келеді, ойларын жасырмайды да. Мәселен, Азия газ құбыры компаниясының қызметкері Шаудонхайдың Қазақтан әйел алса, балаларының хас сұлу болатынына күмәні жоқ. Менің арманым сұлу бір қазақ қызымен үйлену, тілді білмей жатса үйретіп алам. Қазақтың тілін үйренем демейді, Қазақстанда тұрып үйретемін дейді өз тілін. Өйткені мұнда мемлекеттік тілді білу міндетті емес деп біледі. Мәселен, кез келген қытайлық компанияда қытайша білсең болды, тіпті орыс тілінің де қажеті жоқ. Біздің елге келгеніне 3 жыл болған Хоңчи бір ауыз қазақша білмесе де білікті маман мұнда. Мен орысша да қазақша да сөйлемеймін, керегі де жоқ. Басшылықтың барлығы өзіміздің қытайлар, олармен қытайша, қазақтармен ағылшынша сөйлесем. Хоңчи секілді Қытай көп біздің елде бір ауыз бұл елдің тілін білмесе де төрт құбыласы тең жүретін. Тіпті әлгінде өз айтқан Қазақтан әйел алғысы келсе де тіл білмейтін бойжеткенмен тіл табысуға кедергі жоқ. Өйткені біздің жастардың дені өз тілін білмесе де өзге тілді меңгеруге құмар. Кезінде студенттер ағылшын тілін меңгеріп, алты мұхиттың ар жағына аттануға әуес болса, бүгінгі жас қиыннан қиысқан иероглифтерді игеріп жүр. Мен ағылшын тілін, француз тілін өте жақсы білемін. Енді осы Қытай тілін үйрену маған өте маңызды. Сол үшін Қытайға келесі жылы барамын. Сондай-ақ біздің елдегі оқу ақысының арзандығы да көрші елден келген студенттердің басынан сипап тұр. Оған қоса күн сайын саны артып келе жатқан Қытай компаниялары тағы бар. Яғни осында оқыған жастарын жұмыссыз қалдырмайды деген сөз. Қазақстанда Қытай компаниялары жеткілікті, оқу бітіре сала солардың біріне жұмысқа орналасамын. Егер мүмкіндік болса, 3 жылға дейін тәжірибе жинауға бел буып тұрмын. Отанына оралғысы келмейтін қытайлықтарды біздің елге байлайтын тағы бір жағдай тамаша табиғатымыздың таза ауасы. Бүкіл әлемді тұрмыстық заттармен қамтамасыз ететін Қытай экологиясын баяғыда бұзып қойған. Менің туған жерім нағыз индустриялық мекенде орналасқан, сондықтан тыныс алатын ауасы тұншықтырып жібереді. Ал мұнда тынысым кеңейіп, рахат дем аламын. Ал Қытайда туып өсіп балаларының барлығы сол өңірде өмір сүріп жатқан Айткең аға айтқан ақиқаты міне. Ол кісі халық арасында жиі айтылатын қара Қытай қаптаса, сары орыс әкеңдей көрінеді деген пікірді растап отыр. Аспан асты елінің жан дүниесін 5 саусақтай білетін оралман, оларда ұлттық сана сезімнің жоқтығын айтып, тіпті пайда тапқан жерінде өмір бойы табан тіреуге әрекет жасайды дейді. Өз пайдасы болса, бұл ертең күні мен Қытаймын, Қытайға кетемін. Қытай үшін істеймін демейді. Өзінің ұлттық тенденциясы анша күшті емес. Бұл Қытайдың ұлы өзге елде сұлтан болуға намыстанбайды деген сөз. Ал отан үшін отқа түспейтін, тиын тапқан жерінде табан тіреп, тұрақтап қалатын намыссыз баласы бар халықтан асқан қауіп жоқ. Бұл шындықты әлде қашан түсініп қойған басқа елдер қысық көзді халыққа қақпасын ашпайтын әдет тапқан. Өздерінен өзгелердің үркітетінін ресми Бейжіңде мойындап қойған. Сондықтан да халқының қамышын есік терезесі ашық елдерді аңдып жүреді. Ал біздің ел аждаһадай айбары бар аспан асты еліне о баста есігімізді айқара ашқанбыз. Біз шекараны бекіткенімізбен олар біздің арамызға әлде қашан кіріп алған. Компанияларда, мейрамханаларда өз тілінде сөйлеп, тіпті қарапайым жұмысшыларының өзі Қытайдан келгендер. Мұнда мемлекеттік тілді білу міндетім деп санамайтындардың қатары қаптап тұр. Бір ғана Алматының өзінде 100-ге жуық Қытай кафесі. 270 бірлескен кәсіпорын, 2 банк, 48 жанармай құю бекеті, Конфуций институты, Ялянь сауда орталығы,
Орталықтар өз алдында Алматы Қытай азаматының есімімен көше атаулары да бар. Мәселен, мына көше Си Цзинхай деп аталады. Цзинхай Қытайдың көрнекті композиторы. Ұлы Отан соғысының алдында Қазақстанда 3 ай тұрыпты. Сол тұста Амангелді көркем фильмінің музыкасын жазуға үлес қосқан. Соның қарымы ретінде Қонақжай қазақ 1999 жылы көше атауын сыйға тарта салған. Еңселі елордамыздан да Қытайлар өз үйлерін тігіп үлгерді. Астананың қақ ортасында Қытайдың ұлттық нышанында салынған зәулім Пекин Палас қонақ үйіне айна 700-ге жуық Қытай азаматы қонақтайтын көрінеді. Текке келіп кетпейтіні анық қой. Біздің мейрамханада Қытайдың 1000-ға жуық дәмін әртүрлі қоспалармен дайындаймыз. Біздегі бизнестің де біраз бөлігін бұлар бөліске әлде қашан салып алған. 20 жылдың ішінде ішімізге кіріп алған Қытайдың бизнестегі үлесі міне. 20 жылдың ішінде Әділет министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстан-Қытай бизнес статистикасында Қытайдың иелігіне өтіп кеткен компаниялар: Ақтөбе мұнайгаз 85,32%, Маңғыстау мұнайгаз 47%, Петроқазақстан 67%, Қазгер мұнай 50%, Қаражанбас мұнай 50%, Павлодар мұнай өңдеу зауыты 58%, Шымкент мұнай өңдеу зауыты 50%, Бузачи оперейтинг 50%, Азия газ құбыры 50%. Бүгінде Чайна-таун атанып жүрген Ақтөбе қаласында қытайлықтардың саны 2 есе көбейіп кетті. Өз еліне сыймай келгендердің қатарын заңмен қолдап біз жүрміз. Тіпті тәртіп бұзғандарды қумаймыз, керісінше басынан сипап жомарттық жасаймыз. Заңға сәйкес заңды бұзған шетелдік елден шеттетілмей, тек айыппұл төлеумен құтыла салады. 88 Қытай азаматтары қамауға алынып, олардың қолында тиісті рұқсаттары болмаған, рұқсат қағаздары. Ал өз елінде қазақтың ұлы өзгелерден езгі көріп жүр. Қытайдың қара жұмысы қазақтың мойнында. Өтеуі болса бір сәрі ғой. Мәселен, ғасыр жобасы деп жаңғырығы жер жарған Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізін салу кезінде күрек ұстаған қазақтардың зар елегені де ел есінде. Қысым бар. Енді маған қарап отыр, ақша жоқ. Аймамай 100 000 теңге айлық деп айтқан кезде любой адам келеді, сол сөйтіп келгенбіз, мына балалардың да сөйтіп келген. Қытаймен сауда айналым көлемі 8 миллиард ақш долларына өсті деп жаһанға жар салып бөркімізді аспанға аттық. Алайда олар бізге 2 миллиард долларға мына секілді өңі жоқ киімі мен тұрмыстық техникасын экспорттаған. Ал біз болсақ 6 миллиард долларға шикізат жөнелттік. Сонда кім ұтты, кім ұтылды? Мұны титтей балада түсінеді ғой. Айта қойш, 2 көп па, 6 көп па? 6 көп. Ал әлгі көршімізге жөнелткен сәлем сауқаттың пайыздық саны міне. 6 миллиард шикізаттың 54,6% мұнай, 12,7% мыс, 2,3% мырыш. Ал ұйқысынан оянған айдаһардың араны одан да үлкен болатыны мәлім. Бүгіннің өзінде қуаты 20 миллион тоннаға жететін Атасу Алашанкөл, Кеңқияқ Құмкөл құбырларын пайдалануда. Демек Қытай Қазақстанның бүкіл жер асты байлығын сорып алатындай мүмкіндігі бар. Бұл біздің ойдан шығарған жорамалымыз емес, сарапшылардың пікірі. Тіпті ол елде өсіп өнген оралман ағайында бұл пікірді құптап отыр. Қытай басып кетсе, бізге қауіпті дейді. Олар басып кетсе қауіпті, қалай басып кетсе? Ұрысса, соғысса, бұл пәле-қалық. Оның үстіне Қытайды зерттеп жүрген ғалымдар ондағы елдің жалпы табиғи ресурсы 2 миллиард адамды қамтамасыз етуге ғана жететінін айтады. Су көздері тартылып, орман сиреп, экологиялық апат төне бастағаны хақында өздері дабыл қағып жатыр. Сондықтан да оларға тауарынан гөрі адамын сыртқа экспорттау тиімді. Және бір жайт естеріңізде болса, бірнеше апта бұрын қытайлық жазушы бүтін қазақтың намысына тиген мақалада қазақ қонақшылғалық ет беріп күтумен қоймай, қойнына ұзатылмаған үлкен қызын да салып береді деп жазған. Аз ұлттардың арасына жік түстіріп ұлттық бөлшектенушілікке шақырған адамдар, олар 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға тиіс. Жазасын алсын деп талап қойып, біздің елде ондағы ағайында дүрліккен еді. Ханзулар дым демеді, министрліктегілер болса, бұл тек бір ғана адамның пікірі деп жауапты қысқа қайырды. Бірақ 1 миллиард 365 миллион алапат су тасқындай қара Қытайдың 300 мыңы біздің арамызда жүр. Өз елінде тыйым салынған баласының санын осында көбейтпесіне кім кепіл? Ақырын елестетудің өзі ауыр. Сөздің шыны керек, Құдай сақтансаң ғана сақтайды.